өзінің қағидаларымен ары қарай жалғасады. Бұл жердегі біздің Абайдың қара сөздері бойынша тапқан дүниелер. Енді бұл және оның әуезов айтқандай Абай шексіз мұхит. Мен одан шелектеп қана алдым дейді ғой. Сол айтпақшы, ғұлама әуезов егер өмірін абайтануға арнаған ғұлама әуезов осылай шелектеп қана алдым десе, онда біздің алғанымыз сол тамшылап алып сіздерге беріп отырған дүние деп түсінесіздер. Өйткені Абай әрекет туралы айтқаннан кейін оның барлық қара сөздерінде болсын, өлеңдерінде болсын, адамгершілік қағидаларының негізінде осы мотив мәселесі шықты. Енді біз өзіміз сіздерге ұсынатын мынау бірнеше сөйлемдер, бірнеше тұжырымдар Абайдың ұсынып отырған соның ішінде мотив қай жерде, әрекет қай жерде, әрекеттің туына не себеп болады деген нәрселерді айтатын болсақ, Абайдың 4-ші қара сөзінде мынандай сөз бар. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қыл дағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларды орындық әрекет тап. Немесе әрекет қылды. Міне сонда соншама терең Абай, соншама сөздік қоры бай шығармашыл тұлға, соншама дана данышпан адам, қарасаңыз бір сөйлемнің ішінде уайым қайғы деген сөзді 3 рет пайдаланады. Бірақ осы жердегі 3 сөз 3 түрлі дүниені білдіреді. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қыл дағы, сол уайым қайғысыздықтан құтылатын орындық әрекет тап дейді. Осы жердегі уайым қайғысыздық деген алаңсыздық, яғни салғырттық. Абайдың өзі айтатын 4 кесел бар еді 31-ші қара сөзінде. Қандай кеселдер еді? Бірінші уайымсыз салғырттық дейді. Екінші кесел ойыншы күлкішілдік дейді. Үшінші кесел бір қайғы салыну дейді. Я болмаса 4-ші кесел құмарлықтың пайда болуы дейді. Сонда адамды аздыратын сол ой кеселдерінің бірі сол уайымсыз салғырттық деп айтады. Бұл жерде сол уайымсыз салғырттықты енді уайым қайғысыздық деп көрсетіп тұр ғой ұлы Абай. Ендеше сол өзінің уайымсыз, қайғысыз, салғырт жүрген жүрісіне уайым қайғы жаса дейді. Яғни оян дейді. Уайым қайғы қыл. Мен неге бұлай жүрмін деп өзін бағана Монтессоридің айтқан мен кіммін деген сұрақтың басталатын тұсы Абаймен көрсеңіздер, Абайдың ойларымен ұштасып жатыр. Сонда өзінің ойсыз қалыптан енді сол бір рет өзің мен не істеп жүрмін дегенге мән берсе, яғни өзінің бойындағы уайым қайғысыздыққа бір рет сондай зер салып қарасаң, және сол осы қалпыңнан құтыларлық қандай әрекет жасауға болады дегенді таба алсаң, міне сол сізді адамдықтың жолына бастайды дейді. Осы 4-ші сөзінде. Сонда бұл жердегі харекет, яғни әрекет бар болса, онда мотив болады деп жаңа ғалымдардың айтқанын естідіңіздер ғой. Ендеше сол әрекет етпейінше адам ол дерттен арыла алмайды екен. Ал кез келген әрекетке түрткі болатын не дедік? Мотив дедік қой. Ендеше уайым қайғы бұл жерде әрі адамның күйі, состояниесі, әрі содан құтқаратын күш дегенді көрсетіп тұр. Бұл жерде уайым қайғы қылдағы деген сөз мотив. Яғни адамның ішіне ой салатын, оны жаңа нәрсеге ұмтылдыратын күш деген нәрсені көрсетіп тұр. Ал енді 7-ші сөзіндегі, қара сөзіндегі мынау жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады дейтін сөз бар ғой. Бірі тән құмары, екіншісі жан құмары. Міне мотивтің тағы бір анықтаушы шықты. Құмарлық, жай құмарлық емес, жанның құмарлығы. Мотив дегенді көрсетіп отыр. Сонда Абай осы адам болу үшін оның тән құмарын нәпсі десе, жан құмарын мотив деп айтып отыр екен. Ал енді 10-ші қара сөзінде бұл біздің өткен сабақтарымызда да айтылған, Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың дейді. Сонда бұл жердегі Абайдың айтып отырған қуаты тағы да мотивке барып ұштасады екен. Өйткені бойдағы күш
қайрат, оның барлығының негізі сол қуатпен байланыстырады, оның барлығы мотивпен байланысады. Енді сол қуатты жұмсайтын көз, жұмсайтын нәрсе ол мотив екен. Яғни адамның ішіндегі тілегі, ішіндегі тілеуі, ішіндегі аңсары сол қуатқа күш береді екен. Қуатты орынды іске жұмсайтын жол көрсетеді екен. Олай болатын болса, Абайдың қуат көзі деп алып отырғаны тағы да мотив болып шығады. Енді мотивтің әрине ол ұмтылыс, ішкі жаңағы адамның қалауы болғандықтан, ол ықылас деген мәселемен де тығыз ұштасып жатыр. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды дейді. Ықыласы менен өзін-өзі аңдып, мән беріңіздер. Ықыласы менен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды дейді. Сонда бойдағы салғырттықты жеңетін, анау 4-ші сөзде айтылған жаңағы қайғысыздықты, уайымсыздықты жеңетін әрекеттің негізі деп едік па, ендеше сол әрекетті, яғни адамды іштей аңдып тұратын, және біз өткен сабақта, өткен дәрісімізді айттық, жолы болатындар мен жолы болмайтындардың арасындағы айырмашылық не деген кезде. Сонда өзінің сезімін тежеп, не істейді? Әрекетке ұмтылдырады дегенбіз. Яғни жол болғыштардың ең ұтатын жері сонда дегенбіз. Сонда мына жерде Абайдың 12-ші сөзіндегі ықыласымен өзін-өзі аңдып деген сөзге мән беріңіздерші. Яғни ішкі ықылас, өзін-өзі аңдайтын ықылас, жай ғана қызығушылық емес, жай ғана құмарлық емес. Яғни өзін аңдып, өзін тура жолға салатын ықылас, бұл мотив деген сөзмен, мотив деген ұғыммен бара-бар дүние екенін көріп отырсыздар. Енді 15-ші қара сөзінде айтады: есті адам орынды іске қызығып дейді, құмарланып іздейді дейді. Ал күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады дейді адамның ісі. Яғни ең әуелі ол жаңағы іштей өзін-өзі аңдыса, тура жолға салса, яғни орынды іске өзінің қызығушылығын, өзі ішкі өзінің қақпасын ашып соған жұмсай алса, онда оның құмарлығы әлгі әр нәрсеге басын ұратын құмарлық емес, бұл өрши түсетін, өршелене түсетін, дами түсетін, адамды ары қарай жетелей беретін қызығушылық екен. Сонда мотив дегеніміз қызығушылықпен және саналы құмарлықпен, орынды әрекетке бастайтын саналы құмарлықпен ұштасып жатқан мотив дегенді айтады. Енді бүгінгі сабағымыздың өзегіне біз неге осы сөзді алдық? Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі дегенді. Шала мейір шала байқайды дейді. Шындығында да адам мейірленсе, ғылым да мейірленеді деген сөз, ол Абайдан басқа мен ешкімде ондай айтылған осындай қағидалы, осыншалықты терең философиялық сөзді кездестірмедім. Өйткені адам құмарланып, жай ғана бір уақытша құмарлық емес, шындығында да оның өмір салтына енген шынайы құмарланып іздеген кезде, яғни мейірленген кезде, кез келген ол қалаған нәрсе де оған мейірмен қарайды. Яғни махаббатқа махаббатпен жауап береді екен. Басында бірінші дәрісте айтқан махаббаттың төлеуі махаббат деген сөзі бар еді ғой Абайдың. Ендеше қараңызшы, ол жаратушының сізді махаббатпен жаратушыға деген сіздің махаббатыңыз деген тұрғыда айтқаныңыз. Ал енді мына жерде адамның мейіріміне, адамның махаббатына да ғылым білімнің өзі де махаббатпен жауап қайтарады деген бір тамаша ой айтып отыр. Яғни махаббатпен бастаған істің махаббатпен аяқталуының сыры сонда екен. Яғни сен қалаған нәрсенің, сен қалаған деңгейде сенің санаңа орнығу, сенің өмір салтыңа айналу дегенді білдіреді. Ал енді адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес деген 37-ші сөздегі бұл менің тұжырымда мен бастау деген сөзді қарайтып қойдым, байқасаңыздар. Мынау әрбір берілген сөздегі қарайтылған сөз осы біздің мотивпен байланысты, сонымен кәдімгі тамыры бір, тамырлас, түйіндес, өзектес сөздер екеніне мән беріп отырсыздар деп ойлаймын. Сонда мысалы бастау. Біздің атақты дос болып дейтін айтатыны бар ғой. Қол бастау қиын емес. Шабатын жерден ел табылады. Ел бастау қиын емес.
қонатын жерден көл табылады. Бәрінен де сөз бастаудан кейінді көргенім жоқ. Тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады. Сонда сөйлеу дегенде әрекет. Сол сияқты кез келген істі бастау үшін оның арғы жағындағы тұрған себеп, тілек, ынта, ықылас, соның барлығы бір түйін, яғни бір мақсатқа жұмылдырылуы керек екен. Олай болатын болса, бұл адамшылықтың белгісі деп қарайды Абай мотивтің болуын. Яғни істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргеннен емес дейді. Бірақ бұл жерде сіздерде бір бөтен ой туып қалмау керек деп ойлаймын. Яғни істі бастап қойсаң болды екен, ары қарай қалай бітіруі, оған біз жауапты емеспіз деген. Жоқ, Абайдың айтпағы ол емес. Абайдың бұл жердегі айтпағы кез келген нәрсені ықыласпен бастау деген айтып отыр. Бүкіл жаңа қызығушылығыңмен, бүкіл барын салып бастау дегенді айтып отыр. Ал барын салып бастаған істің аяқсыз қалуы мүмкін емес. Егер ол орта жолдан болды мен бастадым деп тастап кетсе, өткен сабақтарда айтқанымыздай, кімде-кім үйреніп жетпей жатып оны қойса, онда Құдай ұрды дей берді. Яғни сол үйрену, оқу, әрекет ету дегеннің барлығы адамға тән нәрсе болғандықтан, кез келген біз жасайтын дүниенің барлығы басы, аяғы, нәтижесі болу керек дегенді айтып тұр. Ал енді сол бастауға негіз болатын тағы да мотив екенін көріп отырмыз. Енді Абай үнемі айтатын, жаңағы өздерін бала жастан жатқа айтатын, біз бала жасымыздан жатқа айтатын керемет өлеңі бар. 5 асыл ілімі деп қазір мен сол дүниені атап жүрмін. Ол шындығында да ілім деңгейіндегі сөз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой деген. Осы жердегі талап адамды алға жетелейтін бір ішкі рухани қуат көзі, күш дегенді сезініп отырмыз. Сондықтан да талап ұғым махаббаттан шығады дейді. Міне айналып келген кезде мотив дегеніміз өзі махаббат екен, өзі мейірім екен. Ал сол әрбір талап тағы да анау алғашқы сабақтарда айтқан ұлы махаббаттан шығады екен. Дүниені тануға деген махаббаттан шығады екен. Сондықтан да қашанда бір ғылым білімді бала көксейтін болса, яғни махаббатпен көксейтін болса, онда ол адам болады дейді. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Абай шығармашылығындағы мотив ол адамшылық туралы қағидалар екен. Мотив бар жерде ғана адам әрекеті болады екен. Әрекет болған жерде адам болатыны хақ деген ойды айтатын Абай, ендеше сол адамдықтың басы әрекеттен басталады дегенге тағы да қайтадан соғып отырмыз. Енді Абай қазақты сүйді ме деген сөз бар. Абай қазақты өзгертіп, қазақты сүйсем, онымен мақтауым керек еді, оған жақсы сөздер айтуым керек еді дейді. Бірақ біздің ұлы ұстазымыз Қадыр Мырза айтады. Қазір Абайға еліктеп қазақты сынаушылар көбейді дейді. Ал қазақты Абайша сынау үшін ең әуелі Абайша сүю. Сондықтан да мына жерде мына өлеңді кешіріңіздер, мына қара сөзді оқып берсек, сіздерде де сондай ой қалады. Абай немізді қалдырды деп. Бұл жерде Абай ана баласын жөнге салам деген ананың әрекеті сияқты. Бірде батырып, бірде аялап, қаншама дүние қалдырды. Соның біреуі мына 41-ші сөзде айтылып тұр екен. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанмен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Әбден күйінген адамның сөзі ғой бұл. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген дейді. Сонда адамшылықты іздеуі Абайдың сол мотивті іздеуі, адамшылыққа бастайтын әрекетті іздеуі. Әрекетсіз жүрген адамның бойындағы барлық жаңашылықтың барлығы сол ықыластың жоқтығынан деп біледі. Олай болатын болса, енді не қылдық, не болдық деп жаңағы түңілгендей болғанмен, қайтадан өзі сүйген қазағына қайтадан жол көрсететін өзінің даналық қалпына қайта келеді. Ол кісі айтады, егер адам болдым десеңдер, онда сол адамшылықтың алды махаббат, ғадалет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтін де жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Сондықтан да кімнің бойында махаббат, ғадалет, сезім көп болса, сол ғалым дейді, сол ғақил дейді. Ғалым деген сонда Абайдың айтуында, ғылым егер дүниені танудың, ғаламды танудың кілті болса, ғалым деген
диссертация жазып, жаңағы бір атақ қорғап жүрген адамдар емес екен. Ғалым деген дүниенің сырын шын ықыласымен танитын және соны танудан шаршамайтын адамды айтып отыр. Біз тағы да бір нәрсені ойда тұтуымыз керек. Абайдың айтуындағы ғылым, ол біз ойдан шығарған дүние, біз тапқан жаңалық емес екен. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезіну екен, көзбен. Енді мынау сызбада мен сіздерге осы ғылым білім үйрену мотивінің жаңағы даму иерархиясын Абайдың қара сөздері бойынша осындай сызбаға түсірдім. Қысқаша ғана айтып кететін болсам, бұл адамның бойындағы ізденіс, адамның бойындағы құмарлық, ынтықтық, бұл білімді берік ететін дүние. Осылар бар кезде әрекет шын мәнінде өзінің нәтижесін береді. Ал білім деген ол оқу әрекеті. Оқу әрекетінде біздің бойымызда талмай іздену, шын құмарлық, шын ынтықтық болса, онда біз алған білім шын мәнінде біздің сүйегімізге сіңетін білімге айналады екен. Сол кезде біздің ақылымыз ол сол білімді дәулетке жұмсатады. Байлық пен дәулеттің арасындағы айырмашылықты білесіздер. Байлық деген ол материалдық қор. Әл дәулет сол материалдық қордың ізгілікке жұмсалуы, яғни ізгілікке жұмсалатын байлық дегенді білдіреді. Ендеше біздің біліміміз сол ізгілікке жұмсалатын байлығымызға айналады екен. Өйткені сол ақыл, сол білім біздің арымызды ұштайды екен. Яғни арымызды қалыптастырады екен, адамның бойындағы арды қалыптастырады. Сол арқылы біз өзіміздің әрбір білген нәрсемізден рахат табамыз. Сол кезде Әл-Фараби айтқан, бір жаңа деңгей, екінші бір жаңа деңгейге деген талпындырушы ішкі күшті оятып отырады екен. Ендеше сол жаңа ұмтылыс қайтадан көңілге үміт, қызығушылық, мейірім, мақсаттылық дарытады екен. Ал оның барлығы адамды адал жолға қарай бастайды екен. Ал сол адалдықпен алған дүние, адалдықпен алған мотив енді махаббатқа айналады екен. Оны, сол махаббатты берік сақтап тұру үшін Абайдың өзінің сөзі бар. Білім ғылымды сақтайтын адамның ішінде екі қару бар дейді. Оның біреуі мұлахаза, біреуі мұхафаза дейді. Яғни білгеніңді көппен бөлісіп отыру, ойлап, тұжырымдап, пікірлесіп отыруды мұлахаза дейді. Ал енді екіншісі, сол алған білімді сақтау, қорғау, қай жерде де сол білімді өзінің қажетіне жұмсау, міне бұл мұхафаза дейді. Енді сол парасатты адам деген толық адамның бір синоним ретінде айтылатын сөз бар, парасатты адам деген. Яғни ол адамның ақылы мен мінезінің тоғысуы. Абайдың айтатыны бар ғой, мінез ақылдың сауыты дейді. Егер ақылмен сонша білімді жинасақ, онда оны көркем мінезбен де сақтай алуымыз керек. Сонда ғана біз Абайдың айтқандай көңіліміз шын мейірленіп, өзіміз қалаған білім ғылымның биігін жаулай аламыз. Яғни оны тезірек қолға көрсету. Назарларыңызға рахмет. Мотив туралы әлі де айтылмаған көп қағидалы дүниелер бар Абайда. Оны сіздер өздеріңіз орындайтын жұмыстарда ары қарай жалғастыратын боласыздар. Сау болыңыздар.